Ұшпа бақыт басымнан ұшпа, алмаймын алтын жақұт келіп тұрса. Бақыт деп санар едім отбасымды, бақыттымын отбасым аман болса. Кейбіреулер бақыт деп алтынды ойлар, кейбіреуі жақұт іздеп әлем шарлар. Іздемеймін бақытты алыс жерден, аман жүрсе отбасым бақыт болар. Бақытты байлық деп санамаймын, алтынға отбасымды бағалаймын. Ақша түгіл көк тиын болмаса да, отбасым аман болса аса баймын. Аман болса ата-анам бақыттымын, аман болса туыс бауыр бақыттымын. Байлықты бақытым деп санамаймын, өйткені бауырлармен жақыттымын. Ұшпа бақыт басымнан ұшпа, алмаймын алтын жақұт келіп тұрса. Бақыт деп санар едім отбасымды, бақыттымын отбасым аман болса. Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта, кішкентай отан. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның алтын діңгегі. Отбасының аман саулығы әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі. Ал жанұяның береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы мен бақытты жүзінде. Менің танымымда бақытты отбасы бірін-бірі риясыз жақсы көретін, еш есепсіз жақсылық жасауға асығып тұратын, тілеуіңді шын тілейтін адамдарың. Сонымен қоса олар тек жақсылықта ғана бірге болмайды, қиыншылықты да бірге өткереді, алға басуға жігер береді. Қандай жағдай болмасын жаныңнан табылады, қолдауға дайын тұрады. Алла тағала ол адамдарды сенің өміріңнің бірінші күнінен ақ байланыстырып қояды, және ол байланысты соңғы күнге дейін берік ұстауың керек. Үлкен бақыт қандай жағдай болмасын сені жақсы көретін, бар кемшілігіңмен қабылдай алатын адамдардың барына сенімді болу шығар. Ал ондай адамдар әрқашан сенің үйіңде, ата-анаң мен бауырларың.